Сәлем қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Маған тіркеліп лайк басып, комментарий қалдырғаныңыз жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Менің парақшамда не айтады екен деп тыңдап отырған, мені қарап отырған көзқарақты көрермендеріме өте қатты ризамын. Жалпы менің парақшамда отыратын, мені оқитын адамдардың жалпы өмірде орнын тапқан, өз-өзінің үлкен бір мықты бизнестері бар. Өзі ұл бала-шағасын, ұл мен қызын өсірген, жеткізген, жетістікке жеткен, ары қарай да тағы не істесем екен деп отыратын, үнемі ізденудің үстінде жүретін, жақсылыққа жаны құмар адамдардың отыратындығын білемін. Сол адамдарға тағы да бір сіздер маған тіркелгендеріңіз үшін, менің комментарияларымды қарап, менен тағы да бір ақыл кеңес күтіп отырғандарыңыздың жаңағы жауабы ретінде, сіздерге рахметім ретінде тағы бір үлкен лайфхак айтқым келеді. Өмірде керектеріңізге жарасын. Қазіргі тілмен айтқанда лайфхак, тренд, техника деп жатамыз. Бұрынғы байырғы қазақтың тілімен айтқанда бұл пайдалы кеңес. Егер сіздің бизнесіңіз алға жүріп, тез табысты болып, жақсылыққа жеткіңіз келсе, кез келген мәселеңіздің тез шешілгенін қаласаңыз, өте қатты қысылып отырған көмекке мұқтаж жанға көмектесіңіз. Қатты мұқтаж жанға көмектесіңіз. Сол кезде Алла тағала сізге оны тез әрі жылдам қайтаратын болады. Алланың уәдесі бар, білесіздер, садақаның қаншама есе қайтатынын. Сондықтан жақсылық жасаңыздар, жүрегіңізбен шынайы жасаңыз, сол кезде сізге сразу тез оралып қайтадан сізге қайтатын болады. Тура сол сияқты мұқтаж адамнан және жетімнен, міскіннен тоже өте қатты сақ болыңыз. Себебі білесіз, жолда жүрген жолаушының, жетім жесірдің, міскіннің дұғасы өте қатты қиналған адамның дұғасы қабыл. Өйткені ол кісілер Алланың назарында. Сондықтан ол кісілерге пайдаңыздарыңызды тигізбесеңіздер де, зияндарыңызды ешқашан тигізбеңіздер. Біреуге қарыз берген болсаңыз, ол адам қатты қиналып тұрған болса, оны қайта-қайта сұрап қажақтатпаңыз. Себебі өте қатты қиналып тұрған адам, Алла сақтасын, жаңағы қиналып тұрып бірдеңе айтып жіберсе, сізге қабыл болып кетуі мүмкін. Сондықтан одан өте сақ болыңыз. Пайдаңызды тигізе алмасаңыз, зияныңызды да тигізбеңіз. Оған не то, что ол кісіге ғана емес, өзіңізге де зияны тиіп кетуі мүмкін. Сондықтан пайдаңызды тигізе алмайтын жағдайда өте қатты мұқтаж адамдардың жанынан қашыңыз, алыс жүріңіз. Қазақта тағы мынандай сөз бар: сынықтан басқаның бәрі жұғады деген. Сондықтан қолыңыздан келсе жақсылық жасаңыз, ол сізге бәленбай есе болып қайтады. Келмей жатса, кесіріңізді тигізбеңіз. Пайдалы болды деген ниеттемін. Мені қарап тұрыңыздар, лайк басып тұрыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Тағы не білгілеріңіз келеді? Мен де оқимын, тоқимын, ізденемін. Сіздердің сұраныстарыңызға сай видеоларымды, үндеулерімді жолдап тұрамын. Рахмет назарларыңызға.